Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы барлығына ортақ су. Судың балалар бізге пайдасы өте көп, иә? Біз суды барлық жерде пайдаланамыз. Су болмаса тіршілік болмайды. Адам, өсімдіктер, жануарлар, жаңағы денесінің бір бөлігі балалар судан тұрады, иә? Жер бетінде судың жалпы мөлшері өзгермейді. Су қайнаған кезде бізде балалар буға айналады, иә? Судың 3 күйі болады. Су, қараңдаршы балалар, міне, стақанда су тұр. Су қайнаған кезде буға айналады. Су қатқан кезде не болады? Мұз болып қатып қалады, иә балалар? Иә. Судың түсі бола ма балалар? Жоқ, су түссіз. Су қандай? Түссіз, мөлдір, иә. Қандай? Сұйық бола ма, қою бола ма? Сұйық, дұрыс айтасыңдар. Судың иісі бола ма балалар? Жоқ. Сендер шөлдеген кезде де балалар не ішесіңдер? Бірінші кезеңде біз суды пайдаланамыз. Судың пайдасы өте көп. Ал қыздар, енді біз жаңағы суға байланысты іс тәжірибе жасайық, иә? Кәне, Асылым, стақанға суды құя қойшы. Енді не істейміз? Жұмыртқаны салып көреміз, иә? Кәне, ақырын ғана салып. Жұмыртқамыз не істеді, қыздар? Батып кетті екен, иә? Ал енді Айгерім, сен де суды қазір стақанға міне құйып көре қойшы. Енді тұз салайықшы. Тұзды қанша мөлшерде саламыз? 10 қасық саламыз, иә? Салап, өзің салап. Көп мөлшерде алып салу керек, иә? Салап, жақындатып. Енді тағы да саламыз да араластырамыз. Араластырман бір қолымен ұстап араластыр. Енді не істейміз? Жұмыртқаны тағы қосайық. Тағы да тұз салайық. Жұмыртқамыз қазір бізде, көрейікші. Тағы тұз салайық. Араластыр. Енді жұмыртқаны салып көрші. Айгерім, жұмыртқаны салып көр. Жұмыртқа не істеді? Жұмыртқа батқан жоқ. Жұмыртқа не істеді, қыздар, қараңдаршы? Жұмыртқа батпай, судың бетінде тұр. Не себепті? Сумен, тұзбен жұмыртқаның тығыздығын су ұстап тұр. Көріндер ме? Батқан жоқ, иә? Енді Фарида, сен де құйып көре ғой. Ұстап. Мына суды да құямыз, кәне. Енді тұз сала ғой. Қындап ұстап, 1 қасық. Біз тұзды балалар 10 қасық саламыз, иә? Себебі көп мөлшерде болу қажет. 2, 3, 4, 5. Енді араластырып көрші. Бір қолмен ұста. Мынаны бір қолмен ұста. Енді Фарида, жұмыртқаны сен де салып көр. Не істеді? Жұмыртқа батты ма? Жұмыртқа батқан жоқ. Иә? Бұл жерде де жаңағы су мен тұз тығыздығын ұстап тұр ма? Иә, тығыздығын ұстаған себептен жұмыртқа судың бетіне шығып батқан жоқ, иә? Біз енді жалпы жұмыртқаны да үйде мамаларын қайнатқан кезде жұмыртқада тұзды суға көп салғанымен де жұмыртқа тұзды бола ма? Тұзсыз болады, иә? Иә, өзі жұмыртқаның несі сонда, иә? Жаңағы дәмі шықпайды, қанша тұз салса да, иә балалар? Иә, сендерге тәжірибе ұнады ма, қыздар? Иә, қызықты болды ма? Иә, көрдік па? Біз суды көп жерде пайдаланамыз. Іс тәжірибеде де қолдансақ болады.
Ko'rdik pa? Iya.